егер де осы видеоның жалғасын көргілерің келсе, мама көшеғыз қазананы алып кетті дегенді видео түсіреміз. Сендер біздің видеоларымызды соңына дейін қараңыздар. бірақ әдемі бала ешқашан бармаған екен. Бір күні сарайда үлкен бал өтеді. Барлық қыздар шақырылған еді. Бірақ кіші қыздың әдемі көйлегі компле деп жоқ болған екен. Сол кезде кенеттен сиқыршы пайда болады екен. على كدولة 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 Saat 11 waktu nih, ini baru bikin. Күшеріз қайтадан күшеріз киіп енді сағат 12 болды. Күшеріз өз күшеріз үйіне оралды. Мамалары келген кезде күшеріз үйді жинап жүр екен. Бірақ та күшеріздің аяқ киімі жоғалып кеткен. Ал енді ол аяқ киімін қайтадан алып күшерізді іздеп келеді достар. Ал күшеріздің аяқ киімін іздейміз. Күшеріз аяқ киімін тапты достар. Бір, екі, мінекей күшеріз аяқ киімін тауып өте әдемі ханшайымға айналды. Ал ендеше достар, күшеріздің арманы орындалды. Енді мен фея болған сияқтымын. Мен тезірек анашыма барып кетпеймін. Ал достар, сіздер күші қызға көмектесетін едіңдер. Достар,
мені көшеріз деп ойламақ қойыңдар, мен ақарымын. Жалғасын көргілерің келсе, бізге лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыз. Кездескенше сау болыңыздар.